болмаса айтыңдар ма өтпей қалды бұл кульде 1-4-1 бастаймыз. Қонақта ауру командасы. Windmill for the land, forever hand in hand. Take it all out on your stride. Сәлем достар, эфирде культ деп бәріңді танымайтындар болса таныстырып өтейін. Қазбек Оразбай, сценарист. Оразбек. Оразбек. Осы жерге отырғанда шатастырамын негізі. Қазбек Оразбек, сценарист, сенімен бірге Алдияр жазды, Жаппархан? Иә, екеуміз жаздық. Иә, екі автор болды. Актер Азат Жұмаділ және фильмнің режиссері Айтөле. Айтөле, чодам. Фильмнің осы жерден бүйтіп монтаж жібереміз, байқалмай кетеді. Айтөле Олдасқали, фильмнің қоюшы режиссері, одан кейін отырған бізде Сұлтанәли Қоңыратбай фан тобының мүшесі, композитор, өнер адамы, аңшы, жыршы, тағы не бар. Одан кейін отырған көпшілікке Мон атымен танылып кеттің ғой енді. Қазір енді өзің аты жөнін жаттап отыр қой, құдайға шүкір. Аида Құрманғалиева, одан кейін тағы Құрманғалиева отыр, ол Дилназ. Кім қайда? Аян қайда? Кімнен сұраймыз оны? Бойда. Мен білмеймін, Аян қайда? Иә, сосын фильмде басты рөлді ойнаған тағы бір азамат, ол Аян Өтепберген, бүгін жоқ. Аянға сәлем жолдаймыз. Иә. Жүрегімізде деп ше. Видеозвонокпен вместе. Біріншіден құттықтаймын. Өте мықты фильм. Бүкіл командаға алғыс білдіреміз. Көрермендердің атын келіп отырмын. Жаңағы шектеуге қарамай, сағат 22:00-ге кейін көрсетілсе де миллиардтан асты ғой, кассаға жиыны. Сол өте мықты жоба. Сосын айтады ғой бізде, самая ожидаемая комедия, самый ожидаемый фильм, бірдеңе деген сияқты. Ауру шынымен бәрі күтті ғой. Пиары күшті болды, промосы, маркетинг күшті болды. Сосын фильмде мықты, шетелге де шықтыңдар, иә? Сико деген атпен, Сикома? Сико, братан. Күшті, құттықтаймын, молодцы. Давайте енді кішкене фильм туралы сөйлесейік, одан кейін фильмге қатысты басқа нәрселерді айта береміз. Үйде отқандай отырыңдар, расслабленный. Біз соңғы рет перезатта кездестік. 5 жыл бұрын, иә? Әлде одан да көп болды ма? Білмеймін уже қай жыл болған, бірақ қызық болды. Негізі маған өте ұнаған, бірінші подкастым еді, қатысқан. Бүгін әйелім айтады, негізі сені перезатта көрген кезде сол кезде ғашық болып қалғанмын. Серьезно? Иә, сол кезде күшті әңгіме болды да, андай глубокий. Сен де жақсы ашылдың ғой, бүгін де солай болады деп ойлаймын. Иә. Ашыласың ғой. Азат, сен де ашыласың, сен де әйел толып қаласың ба? Ашықпыз ғой. 24-те жетті ма? Магазиндер алып. Тойға шақырған жоқ та сені. Айтөре. Жоқ, Айтөрені айтады. Айтөре ма? Иә, сенің арқасында танысты ғой енді, ғашық болды. Жоқ, Каспиймен реттей салатын шығарсың өзің? Болды. Өйгеді білетін шығарсың. Все, давайте кеттік фильм туралы, сценарий туралы. Мен бірден неге қатысты айтқым келіп отыр, сол шектеуге байланысты. Сен жалпы, братан, көрген кезде қалай болды саған? Шоки болды. Маған? Мен шынымды айтайын, мен өзімнің көрген жоқпын. Мен қазақстандық киноларды кинотеатрдан көремін. Өйткені өзім осы салада жүргеннен кейін барып теңгемен дауыс берген жақсы көремін да. Болмаса премьераларда деген сияқты. Премьераға барамай қалдым, сондықтан барып билет алып көрдім. Қалай болды? Мен өмірімде бірінші рет қазақстандық кинода бүйтіп өйстіп отырдым бір кейбір моменттерде. Спойлер бола ма? Бәрі көріп тастаған шығар. Көріп тастады, кинопоиста бәрі жақта. Шетелде де көріп тастадым ғой. Көріп тастаған. Жер шығып кетті, 1,5 жыл болды қоймасақ. Аиданы ана баспен ұратын жерін сен сонда жүреді. Деп кәдімгідей соңында Аянның тілі кәдімгі денемді тіркендіп, мен ондай нәрсені көре алмайды екен, мен жаным нәзік екен деп қалдым. Сендер мені басқаша жағынан аштыңдар. Сол шектеу жайлы сен видеоңды көрдім, сен айттың бір сахнаны алып тастады дедің. Қазір айта алатын шығарсың да, қандай сахнаны алып тастаған? Екі сахнаны алып тастады. Екі сахнаны алып тастады? Тек подкастта шықпай қалмасын. Подкастта да осы жерді қиылып кетті. Сразу андай больной темадан бастадым. Сразу жүректі. Да? Кішкене разгон не қыламыз ба? Жоқ, бастайды. Можем айта берсек болады. Содан сразу қатты андай жүрекке тегеннен кейін қатты разгон алып кетемін қазір. Давай да кет. Екі сахнаны алып тастады. Не сахна?
да свитті өшіріп и контровой айтөреге былай. негізі ол жерде былай болған да. Иә. Блин, негізі ше олай айтып берген қызық емес та. Біз вот площадкаға шығардың кезінде енді қайтадан қазір мен мемлекеттік нелерді хейт етіп бүйтіп неткім келіп тұрған жоқ жалпы, бірақ солай болды. Біз жібердік киноны, бізге там ограничение бар, бізде енді цензура жоқ дегенмен де бір цензура бар. Сол жерде там прокатное удостоверение беретін адамдар қарап бізге там өте көп мынаны кесіп тастаңдар, мынаны бүйтіп тастаңдар деп сөйтіп көп бізге бүйтіп 3 бетке жіберді комментарий. Сосын біз олармен спорт етіп, анау сөйтіп не смогли договориться, 18+ береді деп. Хотя там соған өкінішіміз және де өкпеміз көп болды, сөйтіп ары бері. Ол кезде енді біз үшін қазір бүйтіп жай айтып отырық, ол кезде бізде кәдімгідей қатты стресс болып, ұрыс керіс, айқай шу, солай болды. Бірақ енді шығармашылық адамға сен 2 жыл сонша уақытын кетіріп жұмыс істегеннен кейін қанша адам команданың еңбегі бар, и сен сол жасаған бір өте маңызды соңғы сахналарын кесіп тастаған кезде өте ауыр тиеді да. Сондықтан біз енді сақтап қала алатындай барлығын сақтап қалдық. Бізге айтты уже бізге премьера болған күні вот адамдар уже там 700 адам жиналып тұр көруге, бізге разрешение жоқ көрсетуге. Сондай болды да, біз уже премьераға келіп тұрық, адам жиналып тұрық, біз стресспіз, қазір көрсете алмай қаламыз дейтіндей ше. И уже біз андай ультиматум қойды, короче, либо кесіп тастайсыңдар, либо вообще шықпайды, короче. А бізде уже 700 адам тұр, и біз уже пришлось согласиться на эти условия, 21+, түнгі 10-нан кейін ғана көрсетіледі, и соңғы там сахналарды кесіп тастау керек деп. И біз енді жүрегіміз қанша ауырса да уже, потому что маркетингқа қанша жұмыс жасап қойды, бірнеше айлап, қанша уже бәрі адамдар күтіп отыр, премьераның датасын қойып, қазір просто андай басқа уақытқа перенести етіп, болмаса отменять ету, это жұмысты қайтаран бастау керек те, бүкіл маркетингті өте қиын болды. Сондықтан біз енді сондай бір неге бардық, уступкаға. Жүрегіміз ауырса да, уже премьераға көрсетердің алдында 15 минут қалған кезде бізге сондай келісімге келіп көрсеттік. Кино болды. Кәдімгідей андай киностудия дейтін, или оффер, предложение дейтін, или фильмдар, там крестный отец тұрып жатқан, сондай болды біз деген. Там қырғыз, короче. Өзіміз сондай бір кинода сияқты болып кеттік. А стримингтегі нұсқасымен айырмашылығы бар ма? Жоқ, бірдей. Бірдей ма? Өйткені біз деген ойладық, стримингті ары қаратай мүмкін біз көрсете алатын шығармыз барлығын деп ше, кинотеатр емес қой деп. Сөйтсе жаңа бағанағыдай закон шығып, дәл біз шығардың алдында. Енді стримингтар бағанағы мемлекет рұқсат бермеген версияларды көрсете алмайды дейтін. Енді оларға да ограничение қойды. Тек кинотеатрда көрсетілген разрешениесі бар версияны ғана көрсете аласыңдар дейді да, и олар енді стримингтарды дым жасай алмай. Сөйтіп бәріміз одан ары настроениеміз түсіп, соны бердік енді. Мүмкін бір уақыт өте келе ютубқа салып жүрем. Бірақ өкінішке орай қазір ондай мүмкіндік жоқ. Білмеймін енді. Не айтам енді. Тағы да сол өкініш. Мен сені жақсы түсініп отырмын, өйткені артынша біздің де бір фильміміз Ронгам көрерменге жете алмай қалды. Түсінікті нәрсе. Енді мынандай бір нәрсе, сценарист пен режиссер арасында мен осы команданың бір адамын естідім, кішкене конфликт болды. Конфликт емес, дау болды. Соңғы сахна бойынша, финал бойынша деген естідім. Рас па? Дау болды, сосын бір төлес алдық та. Шешіп тастадық дегенсің. Жоқ, реально. Негізі жалпы сценарий жазған кезде өте біз енді Қазбекпен, Алдиярмен бірінші жұмыс істедік. Бірақ басында бәрі жалпы андай фильмді жасаған кезде мен енді оның алдыңғы опытым бойынша соңғы финал, это вот сенің айтар ойың ғой, соңында болатын ше. Бүкіл киноның түйіні ғой. Да, и сол кезде сен бүкіл сценарий бойы жақсы келетуің мүмкін да, бірақ соңында идеологически әртүрлі егер ойлар болса, там андай бар ғой, енді
кто-то хочет там соңында бір жарық қалдыруға, кто-то хочет по-другому, біреу былай деген сияқты версиялар көп болды да бізде. И әркімімізде әртүрлі ой болды. Енді жалпы бірақ сценарий жазған неткен кезде біз енді бірімізден нетіп токсично андай ұрсып, жоқ менікіндей болу керек деген ондай болған жоқ. Андай творческий спор өте қызық болды мен үшін. Маған андай ол больше андай капец типа драйв болды да. Біз деген күнде келеміз, ұрсамыз, қырылсамыз, потом арасынан басқа бір компромиссқа келіп күшті бір решение табамыз, одан да күштісін. Сөйтіп соның арқасында негізі сценарий мен ойымша күшейе берді. Каждый раз андай әдеттегідей емес бір ходтар таптық та біз соның арқасында негізі сол үлкен спорлардың арасында. Кесе берсек, бірінші ең ойға келетін қалар еді. Так ол кішкене бізге терең ойланып бір мүмкіндік берді. Сөйтіп соңында енді уже біз сөйтіп тіреліп қалдық бір сондай бір моментке, қалай болу керек, кім қалай шешу керек деген сияқты. Ең соңғы сахнаны бір компромисс ретінде таптық, жаздық, жай осылай болсын деп. Сосын түсірілім барысында бір ортасына келіп қалғанда мына сахнаны өзгертейік, қайттан жазайық. Там еще анау момент болды, түсіре алмай қалдық қой біз дұрыстап, как хотели. Компромисстік сахнаны түсіре алмай қалдық. Короче, сөйтіп түсіре алмай қалдық. Сөйтіп надо было придумывать решение. Сөйтіп съемканың ортасында біз жаңа сцена ойлап таптық та, и бәрімізге ұнайтын сцена таптық та. Ол деген сразу сол уақыт деген жоқ сценарий. Сценарийді түсірген кезде біз негізі вообще енді 2-3 вариант түсіре салайық деп шештік, короче. Сенікінде түсірейік, и потом монтажда көрейік деп ше. Сөйтіп, короче, келдік та. Сосын площадкаға келген кезде соны түсіре алмай қалдық та. Бір бізге ұнайтын вариантты. Содан кейін бір жаңа идея келді, былай болу керек деп. Біз уже монтажды көріп келатық қой, түсіріп жатқан кезде ше. Сол кезде сол сценаны түсірдік, бәрімізге өте ұнады, күшті болды. Бірақ соны кесіп тастады. Соны кесіп тастады ғой. Соған алып келейін дегенбіз осындай ойға, бірақ оны кесіп тастады. И көптеген сөз естідік, айтқан түйіндерін осы ма? Жоқ, осы болған жоқ, тағы да болған, қорытындылайтын киноның бір жақсы ойландыратын нәрселер болды. Болды, шын айтам деп. Соңғы түйіні бітпей қалды енді. Как будто біз просто жесті көрсетіп, соңында бітіре салдық та, сондай болып қалды. И уже бізде кинотеатрға 15 минут қалғанда айтты отырмын, уже ертең бүкіл түнгі 12-ден кейін бәрі жаққа шығу керек. Бізде оны монтаждайтын да уақыт болмады да. Біз просто бүйтіп қырықтық та. Титрді қостық та, шығара салдық. Сондай болып қалды. Өкінішке орай. Сол. Айтып берейін бе ол сахнаны? Соны білейін. Кейін көрсете алатын шығарсың, иә? Мен ойымша оны айтып керек емес. Мен аккуратно самый популярный қазір вопрос бәрінен соңында қандай кесіп тастады деген ше. Бірақ оны айтып беру қиын да. Көрсету керек оны. Сондықтан бір күні легендарный ертең Есентаев паркта слив шығып соны бүйтіп көріп қалсаңдар. Слив дегендер көп болып кетті, что-то. Сондай бір слив лақтыра салуға болады ғой. Сөйту керек. Таманалар шығып жатыр ғой. Слава пацана сияқты ма? Слив жасап, онда сливті айтқан жоқ. Негізі мен уақыттарым келіп тұр. Просто пока кука кішкене қазір күте тұрайық деп кішкене бір договоренностьтарға келіп жатыр. Скоро болып қалатын шығар. Келесі сұрақ. Жақсы. Бізде сөйлейікші. Қызық па әңгіме? Кішкене давайте қыздарды араластырып отырайық. Жалпы кастинг жайлы айтайық, қалай таңдалды? Мысалға енді Азатпен сен Шекердеде жұмыс істедің, бұрыннан бері жұмыс істеген, үйренген актер, ал Аида мен Дилназбен ішінде жобалар болған жоқ қой да? Болған жоқ. Бірінші рет болды, иә? Қалай таңдалды? Біз Аида мен одан кейін тағы бір проект жұмыс істеп тастадық. Күшті. Бұйырса шығар. Не ма? Токсик. Қалай таңдалды? Неге именно Аида мен Дилназ таңдадың? Енді Құрманғали деген фамилиясы болса, ой, Жағына еще Азаматтың фамилиясы фильмде Құрманғалиев. Ё-моё. Біз білмедік қой, біз сценарийда жаздық қой, просто Құрманғалиев, Азамат деп сөйтсек, вообще бәрі кеп қалып тұрды. Блин, енді кастингке келетін болсақ, өте негізі өзі бүйтіп кеп қалды күшті болып. Дилназ жаңа есім ғой негізі. Енді осыған дейін ұлттық арнаның сериалдарынан көрдім, бір сериалдан сен. Жаза.
жаза бірақ шықпай Жүзі қалды. жаза ол полный метр. Иә. жаза деген жаза полный метр. болды, сосын сериалдың аты не еді? Қыздың жолы. Қыздың жолы, иә. Иә, 4 градус неше түрлі болған. Қыздың жолы, и батыс аурудан шықтым да. Батыс деп жарып кеттім. Көп, шынымен де андай самый ожидаемый ғой ондай фильм. Содан шықтым. Дильназдың рөлі күшті шықты ғой неде фильмде. Сендің ба сен? Конечно. Неде де бірінші тизерді салдыңдар ғой, шашын алып атқан жер. Сол жерден ақ вау дедім, бұл кім, мен көрмеген бұл актрисаны деп сөйтіп барып. Так, кастингқа келетін болсақ, енді біз классический кастинг жасадық, бәрін шақырып, бәрін қарап, сөйтіп Аян сразу попадание болды да бізде. Бірінші келіп ойнағаннан біз деген капец. Жазған кезде біз уже Аянды ойлап аттық. Сөйтіп, короче, Аян келді, ойнап берді, біз сразу, 100% келіп тұр. И уже, енді ансамбльмен жинай бастадық. Сөйтіп, Мона мен примерно уже, типа, андай онлайн проба қарайсың ғой, бірінші онлайн проба қарайсың да, и примерно мынау екеуін бірге қою керек, мынау екеуін бірге ойнатып көру керек. Совместный пробаға шақырдық. Совместный пробаға шақырдық, сөйтіп, екеуі келді сразу, пах, я такой понял. Мен шақырайық деп сен өзің айттың ба, әлде кастинг директор айтты ма? Есімде жоқ. Вообще нақтылап айтты. Мен біліп тұрмын. Дастан Қасымшал дейікші. Негізі ше, мен жалпы каждый раз жаңа актерларды ашқым келеді да. Сондықтан мен енді бұрынғы актерларға қатты бүйтіп тірелмеймін, алдындағы болу керек деген сияқты ше. Дастан братан, рахмет. Аза келді да, каждый раз келеді да, жарты тастайды, короче. Каждый раз маған сенбейді ғой, каждый раз. Дұрыс қой? Мен білемін оны. Сол кезде сен орында тұрмайсың да, андай бүйтіп развиваться етесің деген сияқты ше. Развитиеме қандай атсалысып жатқан. Бірақ келді аза маған ұнайтыны ше, андай өзіне тартпайды да. Мысалы, мен екеуі келген кезде түсіндірдім да, здесь Аиданың рөлі, она должна быть ведущей. Сен артында болу керексің деген сияқты ше. И көп актер бар, сол жерге келген басқалары өздері бүйтіп алдыға шыққысы келіп, сөйтіп кішкене андай көп алады да, и андай қасындағы партнерына көмек беруді білмейді. Сол өте маңызды болды маған. Бағанағы Аида алдыға шықса, или бағана қыз алдыға бірінші өзі шығып білу керек, қасындағы партнері соған пас беріп көмектесу керек та. И сол кезде күшті болады. Бұл жерде көбінесе бағанағы 90% басқа бағана Аидамен болмаса басқа актрисалармен болған адамдар көбісі өзін алдыға бүйтіп шығарып көрсеткісі келіп тұрады да. И ол мен үшін қате болды да сол кезде. Хотя мен бәріне түсіндірдім. Келген кезде бәріне түсіндіремін. Сен второстепенный болу керексің. Қасына наоборот көмегі сияқты, көмек болу керексің да. И қызды алдыға шығару керексің деген сияқты. И аза енді актерлық шеберлігі, одан бөлек там адамгершілігі өзі. Все понял, четко, екеуі пообщались. Бірінші дубльдан сразу күшті. И Мона да сразу ашылды. Аза да бүйтіп артында күшті оған көмектесіп тұрды. И мен сразу понял, что екеуі. Сосын қосып айтып кетсем бола ма, негізі бұл жерде? Айта алайық біз десеңіз. Азатқа негізі өте үлкен алғысымды білдіргім келеді, себебі бұл фильмде мені ашылуыма өте қатты көмектесті. Сен қатты ашылсың. Осыған дейінгі сен рөлдерінде сен инабатты ибалы болып жүрдің ғой көп нелерде. Мен сені анандай, извиняюсь, сучка қылып көрмеппін, елестетпеппін даже. Енді ол актерлік шеберлік деп мен сенем соған. Сол актерлік шеберлігімді жақсы көрсетіп ашуға ұялмай, яғни өзім ішімдегімді бір зат жасағым келіп тұрады, бірақ сонда да күмәнданып тұрасың да, ол қалай болады екен кадрда деп. Сол кезде Азат маған өте қатты көмектесті. Айтты ғой, дубль не үшін беріледі деп, көр де дубль келесі дубльде, болмай қалса келесі дубльде басқаша жасайсың деген сияқты. Сондай бір күшті сөздермен өзі байқамаса да, бірақ өте қатты көмектескен. Соның арқасында мен қатты ашылдым. Ана сахнада да құдай жоқ дегенде де. Құдай жоқ дегенде молдалардың өзі күмәнданып қалды ғой. Қалай сендіріп ойнадың сен? Мысалы, Азат сол кезде маған жақсы энергетика берді. Соның арқасында мен толықтай сол адамның болмысын көрсете алдым.
андай орыстардың передачасы болады, тұрып барып құшақтасатын. Давай аза өте керемет негізі. Бөлек кете берейін. Басқа әңгімеде. маған да аза көмектесті деп ол өте негізі күшті актерлардың көбісі просто енді актерларда эго көп болуы мүмкін, кейде өзін көрсеткісі келетін кейде моменттер болады да, кейде өзіне қатты тартып кететін болады да. Бұл жерде баланс сақтай білу, қай жерде ол алдыға шығу керек, қай жерде артқа шығу керек, қай жерде көмектесу керек. Әрбір сценада өзінің рөлін түсінетін актер негізі аз. Сондықтан Аза молодец. Аза құрметтеймін сені. Я шынымен Аза мықты актер. Ақшасын төлесең, любой нәрсені ойнатып береді. Төлемей жүргендер де бар айтпақшы. Астанадағы бір продакшнға сәлем, Азаттың ақшасын төлеңдер. Сосын біз уже Аянмен басты кейіпкерлер таңдаған кезде бізде енді әрбір кейіпкердің библиясы болды, біз енді точный представлениесі болды. Сосын Дильназ келді. Дильназ оның алдында мен тоже жазаны мен полностью көрген жоқпын, бірақ бір кішкентай отрывкасын көріп қалдым да. Машинеде отырып әкесімен сөйлескен момент бар ғой. Сол моментті көріп қалған кезде білейін, бір жерде түсіргім келеді деп сөйтіп өзіме сақтап қойған едім. Сөйтіп осы жерге шақырған кезде сразу тоже жүректі жаулап күшті болды. Тоқтамаңыз, айта беріңіз. Әдемі айтып отырсыз. Аян екеуі еще андай сразу бір симбиоз болды. Потому что біз Аянды таңдап қойдық та, қасына күнде совместный пробаға там көп басқа актрисаларды қарап келатқан кезде сөйтіп, Дильназ сразу бәрін алдыға шығып. Мен де бір мақтап жүрейін. Кастинг как раз көрші кабинетте болды, біз жазған жерде, офиста. Бір күні біз кастингқа жолмаймыз, алдық екеуміз отыра береміз. Бір күні Айтур айтады, жүр қарап шығыңдаршы, бір Дильназ деген актриса келді. Кірдік, бір сахна Аянның персонажы кейіпкері Дильназ кейіпкеріне давай стик мынаны афераны сол сахнаны ойнатқанда Дильназ былай жылап жүреді ғой. Просто көргенде бір түрлі сезіп қаласың да, мынау қалай болады вообще, это реально действительно так деп. Шынымен де бір күшті әсер алдық. Осы дедіңдер ме сендерде? Сондай Таншолпан болу керек қой. Таншолпан. Сондай. Саған айтты ма шашыңды алып тастайтын басында? Я? Жоқ деп. Ұнап қалған сияқты ғой, Жоқ, басында келгенде, басында сразу айтқан маған, осындай кастинг болып жатыр, бірақ уже бірнеше проектке сөйтіп шақырған, шаш алатын негізі. Сөйтіп мен просто енді бара салайын кастингқа, режиссер қалай жұмыс істейді деп, себебі оның алдында Шекерде Айтуре режиссер болу керек болған полнометрінде. Сол кезде кастингқа қатысқан мен. Бір жеріне өттім, по-моему, даже. Кімнің рөліне? Есімде жоқ. Кукланың ба? Жоқ, изначальный сценарий бар ғой. Басқа сценарий. Сол кукласы емес па? Алдиктің рөлінде. Есімде жоқ. Сөйтіп, сол кездерде жұмыс істеймін ба деп ойлағам, бірақ болмай қалды, өкінішке орай. Сөйтіп, Айтуре басқа проект алып жатыр, соған кастинг болып жатыр деп мен шақырды, бірақ шаш алу керек деп. Мен түсінбеймін, мен по-любому шашымды алмаймын деп, сондай оймен барам. Бірақ Айтуремен жұмыс істегім келді. Сөйтіп, кірдім, Айтуре өзі жоқ. Сөйтіп, кастингті ойнап шықтым, сосын мені екінші пробаға шақырды. Сосын Қазбектер кірді дейсің ғой. Сөйтіп екіншісіге келсем, уже Айтуре өзі отыр. Қазбектер келді, еще Алдик келді. Алдик мен көршім, бірақ ол кезде білмейді мен көршім екенін. Сөйтіп соларды көремде, олар таңқалдыру керек деп. По-любому бірдеңе іздеу керек деп. Аянды көрдім. Аянмен оның алдында разрешенная цель деген басқа полнометрға түсіп шыққанбыз бірге. Сөйтіп бір-бірімізді көремізде как-то сразу болады ғой, өзіңнің атмосфераң, өзіңнің адамдарың, бұл проект сенікі екенін түсіне бастадым. Сөйтіп, что-то уже Танчоны да жібергім келмейді, что-то сценарийда ұнап жатыр, эмоционально андай болады ғой, актерға чтоб сыграть. Есть что играть. Есть что играть. Сондай нәрсе болғаннан кейін уже жібергім келмей қалды. Содан кейін жарайды деп ойнадық, бірақ әлі ойланып жүрдім. Алайын ба, алмайын ба деп. Бірақ тебя утвердили дегеннен кейін точно болды.
мен түсуім керек, бұл менің проектім, бұл менің персонажым деп шешім Дильназ қабылдадым. маған сол кастингқа келген кезде там уже примерно мы обсуждаем. Еще потом тағы да ансамблевый жасадық та, Мона мен Азан шақырып, сөйтіп Дильназ бен Аян төртеуін бірге, короче, қарадым да мен. Сол кезде уже там кастинг бітіп жатқан кезде, бәрі қайтып жатқан кезде Дильназ келеді да, сізбен сөйлесе бола ма деп сөйтіп. Я десем, сөйтіп ана там, ну, сөйтсе Дильназ ойлапты, короче, Шекер фильм түсірмегеннен кейін, қазір там ақша үшін просто бір жай проект түсіріп жатыр деген сияқты сөйтіп ой болған ғой. Сөйтіп, короче, мен айтамын, ой жоқ, наоборот, маған Шекер ол дополнительный болды. Негізі мен ауруға ставка. Типа, наоборот, қазір Шекер бағана Шекер фильмін түсіру типа түсірмеймін деп шешкеннен кейін маған уақытым наоборот босады да, жолым қазір полностью тек осы проектке бүкіл уақытымды арнаймын деп ше. Сонда Шекерді амал жоқ түсірейін деп жатқан екенсің ғой. Негізі уже сондай болып кетті, потому что маған неғып жақтырмайсың? Көп зат ұнатпай жатты маған ше, ұнамай жатты. Мысалы сен байқап жүрмін. Көп зат ұнамай жатты да, там енді ол жақта көп шығармашылық бізде түсініспеушіліктер болып сөйтіп маған күннен күнге қиын болып жатты. А біз оның алдында уже ноябрьден бастап Қазбектермен идеяның бәрін ойластырып сөйтіп кеттік та. Сол кезде Дильназға айтамын, наоборот, я, короче, мынаған бүкіл күшімді салайын деп жатырмын, сондықтан бұл проект наоборот маған важный, короче. Сөйтіп, все деді да, короче, let's go дедік. Бірақ бұл жақта да мен пайда болдым ба, айттым. Бәрі балқын. По-любому. Сенмен бір оқиға болды ғой, иә? Помнишь, екеуміз кофе ішіп, шай ішіп, сөйтіп жүрдік. Сол күні сенде досьем болды. Судың астына түсетін. Ауру. Сол кезде не айттың маған? Өліп қала жаздадым дедің ғой сен. Тұншық тұрып. Соны айтып берші, мысалы. Сол кезде жақтырмағанын көрсеткен екен ғой маған. Сол оқиғаны айтып берші, білесің, сен барсың ғой, иә. Бұл жерде негізі біз, короче, бізде айтып кетейін тағы бір өкпемді деп ше, бізбен қызықтайын шығу керек болатын. Бірақ шықпай қалды, өкінішке орай. Көп оны не үшін шықпағанын, ладно, басқа әңгіме. Бірақ анонсы болды, анонсында отырдыңдар, бірақ шықпай қалды. Короче, сол жерде біз деген негізі күштілеп, жалғыз еткен едік. Проектте негізі адамдарда көп травма болды. Көп адам сынып шықты ма? Өліп қала жаздады деген сияқты. Аза мұрнын сындырды, суға атып кете жаздады, Мона да капец басымен ұрылып, андай газовый плитаға капец сотрясение болып. Содан кейін осылай киініп жүреді деші. Да, Дильназда аяғы бәрі көгеріп, төбелес, қырылыс, Аянда бүкіл денесі бәрі жара, короче, бәрі өте көп сондай қызық. Риза болып айтып беріп жатқан жоқ. Ана өліп қала жаздады деп осылай. Өліп қала жаздады. Сондай қызықтар. Травма. Сол туралы өте қызық негізі айтып берсе, каждый өзінің ситуациясын. Мен уақып қала жаздадың ба? Батып кете жаздадың ба? Не болды сонда? Сонда қанға шомылып отырмын ғой, өліп қалып. Бүйтіп шашымнан көтеріп тастай салу керек қой, мынандай расстояние ғой. Негізі нормально. Камера бәрін көріп тұр, көтерді, тастады ше. Жоқ, что-то биігірек көтеру керек дейді айтады. Давай дедім, кафель ғой ана жер. Биігірек көтереді. Братан да, Аян братан да жай қойып жатыр ғой, енді по-любому тірі адамсың ғой. Ойнатып алғанмен бүйтіп. Нормально астына бірдеңе қойып көрдік, болмады, көрініп тұр деді. Көтереді де бәрі хат тастай алмайды. Жоқ, палево, короче, кәдімгідей көтерді, қарады, тастай сал дейді ғой. Айдам, братан, давай бір рет істеп тастайық дедім де, көтереді де 3-4 рет тастайды ғой. Еще андай ғой, тастаған кезде реакция кішкене бит кетіп қаласың, кішкене былай қаласың, андай көрініп тұр деді. Ал сосын тәуекел дедім де. Мен былай қону керек болды, бірінші мұрын тиеді ғой. Бір рет бұлқ еткізіп түстім. Сосын екіншісінде түскен кезде тоже ауырды, мұрным ауыра берді, қайта-қайта. Ладно, ничего деп жүргем. 2 күннен кейін мамам айтады, мұрныңа не болған дейді, мына жердегі андай шыбық сүйегім, короче, шығып кеткен екен. Сынып кеткен екен, короче. Мына мен түскен кезде. Содан бері мұрным осындай қазір. Бір түрлі. Фактура, боксер болсаң алдайды, өйстіп алдап қойды. Балзы алады. Еше шақырмайды. Кастинг директорлер шақырады, амал жоқ, алады, өйстіп қинайды. Сөйтіп бір тастағанда жер былқ ете қалдым, қимылдамай жаттым ғой еще. Содан кейін мән бермей шаршап тұрдық қой сол кезде де. Нешінші сағат түсірілім кезде өте қиын күндер болды. Біз ана төбелесті 3 күн түсірдік қой сол кезде, ғой, 3-4 күн түсірдік. Ол үлкен сахна ғой негізі. Иә, 3 күн түсіретіндей сахна ғой. Көрген кезде бүйтіп 4-5 минутта өтіп кете салады ғой ше. Негізі анан қарап отырып кәдімгідей бір 3-4 күн өтеді ол біз үшін ше. Қиналып отырып көреміз сол сахнаны. Сөйтіп судың астында бататын жер дейді бір күн. Ол жерде бір өліп қала жаздадың ба? Көрейік дедім.
жақсы түсіреді ғой әйтеуір көрейік. Судың астына камерасын кіргізіп алған, оператор дайын, андай баллон киіп алған, өзі маска. Еще судың астында сен айфонға түсіріп қойсың. Сөйтіп камерасы істемей қалады, короче, судың астында сыртында защита чехолы, короче. Ари келеді да, суға сүңгиді да, 5 минуттан кейін жұмыс істемей қалады. Бокс дұрыс емес па? Бокс су өткізіп тастайды, короче, и алып кетеді. Сосын уже бәрін жасап қойғанбыз біз ана жақта. Свет, тұр, қанша адам, художниктар, уже бәрін дайындап қойғанбыз. Бәрін жасап қойған, актерларға дым жағдай жасалмаған. Спасательдер жоқ, аквалангисттер жоқ, водолаздар соңғы жоқ. сменаларға бюджет жоқ, короче. Ақшаны перерасход болып жатыр, продюсер уже истерика. 5 метр тереңдік бар. Сол жерге давайте түсесіңдер дейді. Ладно, түсеміз, шығамыз ғой деп, біз енді суға түсіп жүрген адамдармыз ғой деп өзінше отырып қой. Примерно ойлап отырық, судың астына қарай кетесіңдер дейді, батып атсыңдар Еще деп. суық су. Оны қалай істейміз деп түсіне алмай жатырық. Bir кезде моментте өздері бір өзінше механизм ойлап тауып қойған, андай аяққа бірдеңе жіп байлайды, трос. Ол тросты андай прямой астынан тұрып ешкім тарта алмайды ғой. Астыға дейін жібергенде астыға дейін жүріп келеді да, трос астында штангын блины бар ғой. Соны 70-80 килограмм қойып қойғанда ортасында блиныйдың штанг кіргізетін жеріне сол жіпті былай өткізгенде былай шетке қарай жағаға шығарып қойған. Жағадан тартқан кезде біз астыға қарай түсеміз. Сөйтіп тартады, ол біріншісіне ма, до съемда ма батырып қой ждаған? Біріншісінде ғой. Біріншісінде, иә. Екіншісінде перепонка жарылды сенде. Ой, сен 9-да кеткесін бастаймыз сен жамандап десең ба? Мен жеңіліп сөйтіп, короче, тартады. И біз айтып қоямыз, уже уайым басталды. Көрейік дедік, 1-2 рет көрдік, уже ана давление, қысым бар ғой астында. Астына түскен сайын қанша дыханиең болса да қысыла бастайсың, кәдімгі тез тұншыға бастайсың, кішкене паника, хочешь не хочешь, бәрі болады дегенше. Тарта бастады, вроде бы көрдік, давай тез түсіріп тастайық, бір кадрдан алатын шығар деп ойлағанбыз, бір кезде камерасы істемей қалды. Қалай болады екен, бір кезде айфонмен жүрген оператордан көрейік дедік, енді қазір айфон дамып кеткен ғой. Оператор Бага, Аргин. Пупсик. Сөйтіп айфон құрышты ма? Сөйтіп, короче, тартады. Тұншыға бастаймыз, и айтып қоямын художник балаларға. Қазір аяқтан тартып жатыр, аяқты сілкілеген кезде, трос қимылдаған кезде жіберіңдер. Біз ауамыз уже запасымыз бітті, тұншығып жатырмыз деген сөз, біз уже выплывать етіп жоғары қарай жүзіп шығамыз деген кезде, все брат деп айтып қойған, әйтеуір 2-3 мужик тұрған. 3-4 рет тартады, еще андай ғой, просто тарты. И уже ауа біткенде шығып кетсең мейлі ғой. Бүйтіп тартып келатып, екеуің жүрек болып қосылыңдар дейді ғой. Қолдарың бүйтіп кеп, бір-біріне қосылсын дейді ғой. Не бәле отыр деймін ғой мен. Ол қалай болады екен деп. Ладно, көрейік дедім. Бір тартады, екеуміз бүйтіп кеп, бүйтіп қосыла саламыз. Жоқ, былайынан қосылыңдар дейді. Бір тартады, мен бүйтіп тұрып қаламын, или наоборот, оның астына түсіп қалады. Бір-біріміз бетімізге тиюіміз керек қой, типа соңғы рет махаббатымыздың енді айдар ой бар өзіңе. Тартады, уже бітті, уже өкпеде дым қалмады, жаңа қысылып кеттік ше. Бір кезде тартады, короче, каждый раз ауа бітеді, бір 2-3 метрге түскен сайын уже тұншығып бастап жатыр, біз сразу сілкейміз, шығып кете береміз, короче. Еще шығасың, ана 5 метрде бүйтіп андай судың бетінде қалықтап тұруыңа, оған тағы затрат энергияң кетеді, короче, тез бітіп қала бересің. И в моменте бір кезде давай тағы бір рет көрейік деді, тартты, короче, түсіріп жатқан айфонға түсіріп жатыр, сондағы ше, киетін бар ғой. Тартады, короче. И келатыр, уже деп тұншыға бастаймыз да, короче, и сілкілейміз ғой, короче, жібермейді. Жаңа неге блиннің ортасына қысып қалған ол жібі. И шыға алмайды бар. Сене тартып атсыңдар жоғары. Жоқ, уже біз уже жібере салдық, жіпті жіберген кезде ол өзі шығу керек. 2-3 блин тұрған жақта ауыр болу үшін ше. Сол, короче, бір-бірінің үстінен шыққан араларына, короче, жіп қысылып қалған ғой, короче. Тартқан күйі қысылып қалғанда қайт жіберсе уже тартамаймыз ғой. Біз 75 килограмм еще судың астында еще больше ғой, ондай. Тартамыз, короче, жібермейді, паника ғой, бір-бірімізге қараймыз, ондай бүйтіп. Мен Аидаға өзінше андай не болып жүрген ғой, джентльмен болып. Қазір если чо, мен сені алып шығамын. бірдеңе болатса, Аидан жоғары қарай тер жіберемін да, өзім тұншықсам да бірдеңе қыламын деген ой болған. Ол ой сол жерде қалды судың астында. Бір кезде аяқ қозғаған кезде ана жібермейді, тартамын, короче, күш жоқ. Жүзіп жатыр, күш жоқ бір кезде. Кім Аида деген деп қойған сол жерде ше. Ойбай, өмірмен андай арпалысып кеткенсің ғой, тартып жатырмын, Аида не теріп жатыр ғой. Андай жоқ, ұмытып кеткенсің ғой, андай жамай жатырмын ғой, су кетіп жатыр бір кезде. Түсінбейді ғой, короче. Аналар сұқта не болғанын білмеймін. Сондай моментке бір типа сол жақтағы жігітті шақырғанбыз ғой. Он пловец, короче, сол типа комплекстің. И ол типа мен спасательмін деп айтады да, короче. Если что, он должен был нырнуть, если что, спасти, короче. Ол өзі батып, короче. Азат менен бұрын шығып кетті судан. Мен қалып қойдым. Маған бір 14 па 13 жастағы бала білем. Қолынан тартып жатыр, аяғым болса байланып тұр. Сол спасатель бала 13-14 жасар бала. 14 жасар бала бір.
сосын художканың жігіті не пышақ алып пышақпен кесіп мені иә біреу сообразил короче мен судың бетіне өзі пышаққа шықсам ана бір жилет бар ғой спасательный жилет ауыр соны лақтырып басым бір судың ішіне қайта көтеріп енді шығып едім да сен сразу қайтарма короче комедия по идее андай ғой оған дейін короче бүйтіп судың бетінде тұрамыз да все начинаем әйтеуір все деп кіріп жатқанбыз ғой содан кейін шығып бүйтіп бастырысып жатыр ғой судың жағасына шығып андай өліп қалайын деп тұрмыз ғой ше андай осознавать етамай тұрмын ғой мен әлі ше шок болып келсем паника бар типа бізді еще бүйтеді су салқын судан шығасың ғой дубльдардың арасында судан шыққан кезде андай үстің су ғой киіммен тұрмыз ғой андай дірілдеп жатыр қой ше қатты сұмдық жаурап жатыр еще суға қайтып кірдім дейді уже кіргім келмейді ғой и шығарады да типа сол батып кеткенімізге андай не болсын деген түрлері уже батқан түрлері ғой пока барып демалып парилкаға кіре тұрыңдар деп бізді парилкаға жібереді сол жерден парилкасы өшіп қалған парилканың іші вообще ана жерден салқын типа сол жерге отырғызып қойған ғой сөйтіп бір кезде болды мен түспеймін деймін короче отказываюсь сол бар кадрлардан бірдеңе алыңдар өліп қалайын деп қой киноға түсеміз деп сөйтіп сол жерде отырып жылынып короче боқтанып қарғанып короче отырып 5 минут отырдық па 10 минуттан кейін айтып жаймен кіріп келді брат ана кадр онша емес дейді бопты дедім онша емес болса да бірдеңе қыласыңдар ғой брат давай один раз дейді ғой короче последний раз пожалуйста дейді айтамын жоқ брат уже не могу уже өліп қалайын дедім кәдімгідей қорқып қалдым мен содан жоқ брат давай пожалуйста ради творчества жасап тастайық деді сосын әйтеуір үйтіп бүйтіп жыланып келдік судың жағасына уже суға қарап тұрып судан қорқып қалдық шынымен ше бүйтіп аяғыңды батырып жатасың қоя түспеймін дейсің ғой андай қылып айттым мен судың жағасында мен бір қолым ұстап тұру керек берікті дедім бүйтіп қана батамын а так дальше бата алмаймын сенбеймін сендерге дедің ба уже иә уже сенбейсің ғой кімге сенесің аяқ тұншықтырып өлтіріп қояйын деді ғой сөйтіп түсірдік ұстап тұрып бүйтіп өтірік батып бердік крупняктар алды сөйтіп уф деп қанша ай бір 4-5 ай өткеннен кейін қайтып хабарласады досъем дейді ғой короче айтырам бассейн енді 13 метр деп жүрді анау бассейннің асты мұхит ойбай бірақ ол кезде енді скорый помощь әкеліп қойған аквалангисттар бар кәдімгі если первый помощь бәрі дайын тұр олар бізге кәдімгі инструкциясын өткізіп жүр ғой құлақтарыңа нелерін барабандарын байқаңдар 3 метрден төменге кетсеңдер уже жарылып кетуі мүмкін қайта нырять ете бермеңдер бұларға бәрібір бұлар сендерді қазір кадр шыққанша батырғыза береді сендер если что келіспей қойыңдар деген сияқты айтып отыр ғой енді давай істеп тастайық уже страх кетіп қалған ғой еще мен шашымды бояп тастағанмын басыма барик киіп алғанмын андай невиденкамен қыстырып қойған су сәл жылы болды ол кезде бірақ сөйтіп түсеміз 1 түсеміз 2 түсеміз 3 түсеміз 4 түсеміз ол кезде ондай момент болмады сөйтіп моменте 4-5 метрге қайта бата бердік қандай ғой 4-5 метрге тереңдікке түскен сайын құлағымыз вук бітіп қала береді короче каждый раз ше и шығасың деп жүресің бүйтіп құлағың ашылғанша ше 5-ші ма 6-шы реттен кейін түсеміз вук бітіп қалады и ашылмайды ғой судың бетіне шықтық вообще құлағымыз ашылмайды естімейді ғой короче деп жүрміз короче и моменте бір 5 минуттан кейін біреу ашылды аквалангистер айтты оттипак дейтін не тамызасын сонымен құлақтарың возможно опасно тексеріле саңдар деді бір құлағым сол естімей қалды ғой мен где-то бір 30% естіп тұр ғой короче мына жағында біреу сөйлесіп деп отырдым короче сөйтіп барып тексерілемін деймін да тексеріле алмай әні қол тимейді міне қол тимейді короче и ертең қоятын шығар может судан шығар бірдеңеден шығар деп жүрдім сосын бір 3 күннен кейін ба әлі сондай ғой короче папаммен машинада кетіп барадым папа бірдеңе айтады передний пассажирскийде отырмын ғой короче бірдеңе дейді короче деймін короче папа бір моменте айтты сен жындысың ба барып тексерілсе че то уже серьезно кетіп баратсың ғой деді сөйтіп барып тексерілсем ана ішіндегі нелер серный нелердің өздері сыртқа қарай давлениеден шығып кетемін деп қысылып қалған ғой именно барабанның неге короче сондықтан естімей қалған соларды жібітіп соларды тазалау керек деді тазалаған кезде кәдімгідей полноценный өмір сүрдім ғой мен шүкір кәдімгідей бар ғой 12 мүшең сау құлағың естіп бәрін сезіп жүрген күшті екен ауруға түсемін деп ауру болып қала жаздадың дейсіз ауру жоқ соусымен қызық деп өтір құлақтың деп салайын енді артын әдемілеп жауып па иә өнер соусымен өнер ғой деп жобалар бар ғой алда деп да сен баспен қыладың мен бір ролик көрдім сен боқтап жібересің иә құлаған кезде ана кесеге столға басын ол не ғой әдейі боқтаған жоқпын сол боқтау керек болдым қатты ұрып жіберді ма сондай бір иә біз енді салдық қой сені тартып қалады мен қолым ұстай алмай қалады да и до конца кетіп қалады и айда баспен короче артқа соғылады именно плита бар ғой соған прям баспен қатты ұрынып қалады сол кезде кафельге бетпен құладым ана кафельге кімдер құламады ол кафель ана
ана кафель мақтанып жатқан шығар бұл жерде қазір талайдың бетін көрдім деп. Ол декорация құрылды, иә? Иә. Ондай квартира жоқ, өздеріңіз жасадыңдар да барлығы. Художник Олжас болды ғой деймін, иә? Олжас Әлмен. Кәдімгідей Олжастар енді мықты художник қой. Кәдімгі квартира сияқты ғой, вообще байқалмайды. От души не қылдыңдар ма ол жерде? Төбелесті де. Ешкім соседтер жоқ. Анау айдалада, ангарда. Айдалада болды ма? Ақсеңгір жақта бір павильон. 70-й разъезд жақта. Барып келем деген 4 сағат жалбайды қойып. Қайттан ба? Съемка деген оңай емес. Иә. Бұдан араласып отырсайық. Тыңдап отырмын жаңадан информация. Сен композиторсың. Иә. Анау енді білмеймін, сен қатысың бар ма Горилласқа? Сен таңдадың ба? Жоқ. Кім таңдады? Айтөре. Сен таңдадың да? Айтөре, да. Шынымен Площадкада оны таңдады. Иә. Шынымен 127 миллион төледіңдер ма? Жоқ. Қанша төледіңдер? Оны айта алмаймын. Договор. Бірақ нормально төледіңдер. Гориллас подкаст көріп отырса өйтіп. Тексеріп отырса айтады екен айтады. Вообще андай. Құдай сақтасын. Біліп қойса ертең айтқанымды ертең тректі аурудан алып алып, сондай бірдеңке болса опасно ғой. Гориллас Алматыға келейін деп жатыр екен. Иә, еще Алматыға келейін деп жатыр. Сендерден кейін Біздің хайптан кейін сөйтіп болып жатыр ғой, походу. сондай бір әсер бар сияқты. Қазақстанды көріп қайтайық деп. Ана музыканы сен жаттың ба? Тырыдырыдым дейтінді. Иә. Қатты жатталды сол негізі. Иә, ол негізі ол тректі ауру басталмай тұрып, даже сценарий болмай тұрып, біз Айтөремен давай шекерге осы тректі қоямыз деп. Просто демканы жазғам. Онда несі историясы қызық. Просто нені Тоже өліп қаласың жоқсың Кафельге қылап. былай айтып жіберейін, Атака титановтың сол анименің финалын көріп, что-то менде бір какой-то эмоциялар пайда болды да, сосын просто келіп, вообще ешқандай подготовкасыз просто клавишаны аштым, нені ноутбукты аштым, соны жаза бастадым да, бір 15 минутта основа темасын жаздым, и все, сол сөйтіп қалды. Ол бір где-то 2024 или 2023 па, сондай. 2 жыл жатты ма сол? Примерно 1,5 жыл где-то жатты. Сосын Айтөре айтады, давай, типа, шекерге не аламыз. Уже сценарий оқыдық полный метрге. И шекер отмена болды. Сөйтіп... Шекер Айтөреге отмена болды, саған да отмена болды ма? Маған да отмена болды. Иә, Айтөре Кристофер Нолан болса, мен Ханс Зиммерман. Ну, типа, бізде сондай динамика. Чё там? Да. Ну, как бы сондай бізде динамика. Туысқандық қарым-қатынастарыңды айтасыңдар ғой, біледі ғой, иә? Иә, Білеміз, иә? Айтөре сенің күйеу балаң. Сенің туған қарындасыңның күйеу балаң. Иә. Күйеу бала Оны жездесі ма? бәрі біледі. Күйеу бала, иә? Иә, бәрі біледі. Жоқ, жездесі болу үшін Мен өзінен үлкен әпкесінің мен әпкесі деп ойладым. Иә, сол тректі, сол демканы жаздым, ол просто тұрды, и Айтөре айтады, давай, вот ауру проект болайын деп жатыр. Читкаға шақырды, читкаға қатысып, сценарийді оқып, сосын уже даже неге съемкаға сол именно Дилназдың шашын алып атқанда, сол сразу площадкаға сол демканы қойды монтажға. Ол неге сырой монтажға. И дәл түсті, и все, прямое попадание деп шештік. Уже сол кино окей деді ма? Иә, киноның ДНК-сына кіріп кетті да, сол история, сол музыка. Негізі соған жазылған болған ғой. Беріп тұр ғой. Иә, бұйырған. Негізі біз деген там шекерге дайындап жатқан кезде көп зат біздің наработка болды да негізі. Біз багамен де там былайда өзім идеяларым, цветовой вообще схема, бәрі көп зат ойладым да мен, музыка, Сұлтанәлімен. И соның барлығы там негізі ол жерде там біз Монаны да қарастырғанбыз, типа шекерге, типа Дилназды да қарастырғанбыз. Сөйтіп, короче, көп зат болды да. И оның барлығы бүйтіп менімен бірге көшіп кетті да, келесі проектке. И оның бәрін мен сол жақтағы ең күшті наработкалардың бәрін алдым да. Мен алып кеткен кезде соған жатып тұр ғой күшті. Беріп тұрғаны ғой. Беріп тұрғаны. Иә, ол негізі үлкен, маған өзіме ол үлкен привилегия, өйткені композитор ретінде проекттерге ең соңғы моментте уже шақырады, монтаж бәрін жасап қойғанда. Примерно
самый последний даже бюджеттідағы болғанда самый последний ол композитор гол типа последний ойбу моментте деп па композитор иә, екен ғой деп композитор қалыпты сол үшін командаға айтөреге көп рахмет. Тартария Films олармен заранее алып сол проектке тоже как бы сіңіп кеттім да проектке. Площадкаға да барып сол үшін сол саундтректің сапасы соған байланысты болып шықты, потому что тоже как бы проживать етіп соның бәрін. Өйткені мен площадкаға да бардым, сол ангарға да бардым, авария болған сценаларға да барып қарадым, и сіңіп кетесің кәдімгідей. Сол сіңіп кеткеннен кейін сол драйвты кішкене сезініп, соны примерно нотный диапазондарға салып, музыкамен қалай сол историяны мен жалғастыра аламын деп сөйтіп шықты. Негізі көп ана жақта күшті заттар бар негізі, андай чисто творческий ше, андай қатты бүйтіп кетіп қалған. Андай бірінші шиткаға келген кезде анау Тартария Films'ның офисында калитка бар. Да. Қиық деп соны жазып алған ғой, короче. Да, микрофонмен. Соны сол музыкаға основной не болып кеткен. Я сол фильмді екі партқа деп бөлем мен өзім. Өйткені басында бір драйвовый парт болады, бірінші, сосын мидпойнттан кейін уже хоррор болып кетеді да. Хоррор, триллер, даже, наверное, больше триллер, да. Сол жағында біз основной теманы, драйвовый теманы, нені жоспардың темасы болады. Аза танчуға жоспарды түсіндіріп береді. Осылай істейміз деп. Сол жастағы теманы біз реверс жасап, обратный сторонаға. Типа негізі сол барлық жасап отқан пландары уже төменге, уже обратный жаққа кетіп жатыр. И бұзылып жатыр. И, короче, качествосында бұзатындай, там дисторшн қосып, перегруз жасап, сон как-то звук ретінде передавать еткім келді да. Сөйтіп сондай нәрселер істедім. Вот айтып отқан Тартария Films'ның алдындағы не калитканың дауысын, короче, максимально сол жаққа қостық, и именно сол триллерный партқа күшті келді, прям күшті сіңіп кетті. Күшті. Анау Билли Айлиштің ағасы бар ғой, сол анау екеуі қыдырып жүріп пешеходтан өткен кезде анау дауыс шығады ғой, анау зағип жандарға тық деп тұратын, соны өлеңіне қосып жүрген сондай ғой. Негізі адам деген бір реальный затты естігенде музыкада или дауысын, допустим, синтетический, синтезированный звук болады, мысалы синтезатор, либо адамның дауысы или живой бір любой әлемдегі бір дауысты естісе, живой нәрсе, там тас болсын, там стойка болсын, бірнеше болсын, соның дауысын естігенде адам білмеймін қалай, видимо, нутросымен или миы сөйтіп істейма, как будто бы реальный зат сезеді. Сосын одан басқа звукты жасағанда команда керемет. Олар бәрін музыканы сол неге киноға күшті енгізді да. Сол бәрі крутой ансамбль болып шықты. До того, что андай моментте музыка бар. Өздерінің музыкаларында еще мен біраз музыкальный сессия постоянно келеміз, и там придумываю музыку. И там я сижу, слушаю там. И сол кезде мен мұрным біраз бітеліп, андай ауырып тұрған кезде андай мұрным бітелген звугын жазып алған ғой. Аяқта өйтіп деген, короче, андай соны жазып, арғатай соны музыкаға енгізіп, сөйтіп вообще сондай болып кеткен ғой. Қатты творческий екенсің сен, иә? Алпыстан кейін алжып кетпей. Жазып отырман бір нәрсе? Күшті. Жазып қойдым. Қазір көрсетіп жіберейін мына момент. Полный аурудың фильмі қосып. Айналдырып, кәз. Айтөренің орнының дауысы ма? Мынау ма? Оттым. Айтөре. Қақырмау керек екен, Ана қайта мұрынды деп жинайсың да, еще мұрны көтеріп тұрған кезде. Короче, сондай момент болды. Өйткені біз жазда істедік та оны, именно сол сессияны. Сол айтөре не отқан аллергиясы қатты болып тұрған. Сол мен просто кружокқа жазған ғой бүйтіп. Вот біз жұмыс істеп жатырмыз. И артында айтөре деп демаламай. И сол что-то қарап жатырмын да нелерді, чатымызды қарап жатырмын да. Я такой, стоп. Так, айтөре, скинь мне просто аудио, как ты дышишь. В смысле? Просто, говорю, скинь. Маған аудио жібереді, просто телеграмда тұр. И сол, остальное, как говорится, история. Уже история. Сенің жаныңда
артық звук шығармауға тырысу керек енді. Постоянно рэп қой. тырп етпей отыру керек қой. Күшті музыка шығару менің ойымша ең бір қиын не сияқты. Құдай бермесе ол былай үйреніп шығара алмайтын сияқтысың да. Негізі жалпы мына проектте тағы бір айтып кететін күшті жайт, негізі бүкіл біз жинаған команда, мысалы оператор, актерлар, композитор, бәрімен туысқан, сценарист деп барлығы шынымен өзінің ең күшті перформансын жасады. Шынымен әрбір командадан қатысқан адам өзінің ең бір бүкіл жанын салып жасаған бір жұмыс болды. Соның енді барлығынан енді мен сондай қаладым да, ондай бір өзімізде сценарий жағынан да оларды сценариймен, өзіміздің идеямызбен, энергиямызбен барлығын сөйтіп заряжать етуге тырыстық та. И площадкадағы енді андай атмосфера қалай болғаны бәрі енді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Шынымен актерлар қалай вкладывались там драка болған кезде андай шынымен бір-біріне жынданып сондай ақша керек болған сондай. Мен бір нәрсе айтып жіберейін. Фильм шығады, мен 2 күннен кейін барып көрдім. 3-ші күн таңертең кофейняда отырғанмын, кофе ішіп. Аян кіріп келеді ғой. Сөйтіп Аянды құттықтап жатырмын ғой, қалайсың, құтты болсын, көрдім мықты деп. И сол моментте жаңағы состояние кіріп кетеді ғой. Көзі бар ғой, кәдімгідей маньяктың көзі сияқты кеткен да. Рахмет деді ғой, өйстіп тұр. Уже Аян емес, Аза да? Сондай болып кетті. Қорқып кетті ма? И мен жанымда інішек отырған, бірге жұмыс істеп жүрген. Сол өйстіп қаратты, түсінбей қалды, не болып жатыр деген сияқты. Сосын Аян кетіп қалды, сосын не болды дейді, мынау не бір бүлдіріп қойдың ба дейді. Мен айтамын, актер жаңағы образына кіріп кетті ма, бір әле болды. Премьерадан кейін бірнеше күн бойы шыға алмай жүрді, қиын болды оған. Потому что біз премьерадан кейін онымен кездесіп, премьера өтті, біз таңға дейін бірге отырып сөйлестік, короче. Аян қатты андай премьерадан кетіп қалып, сөйтіп андай қатты толқынысты болды да. Не істеп қойдық деп өзім түсінбей жатырмын, не болып жатқанын. Аяқтағы жасағанды өз-өзімді танымай тұрмын дейді да, анау кинода. Және де өз-өзімнен қорқып жатырмын дейді да, короче. Анау персонажды вообще анау не жасағаным уже есімде емес дейді да, кадрда. Яғни көрген кезде өз-өзімнен қорқып мен не істеп қойдым деген сияқты. Шын қатты сеніп қалған да, енді ішінде бір түсініксіз бір толқыныс болып, сөйтіп екеуміз таңға дейін сөйлесіп, сөйтіп оны біз барлығын обсуждать етіп, сондай болды бізде. Сосын келесі күні тағы бірнеше күн сондай состояние жүрді. Сол кезде көрдім ғой деймін мен. Өйткені анау көзі кішкене маған қорқынышты болып көрінді деген сияқты. Мен бұрыннан танимын ғой енді Аянды. Жалпы бүкіл актерларыңызбен сөйлесесіз бе, проект біткенсін? До утра отырып сөйлесіз бе? Сөйтіп кездесіп стикер жіберді ғой деймін бірдеңе. Сендерге бірдеңе жібере ма? Осындай подкасттарға рахмет, осындай жерлерде көрісіп тұрамыз. Сценарийге ерекше тоқталғым келіп отыр, өте мықты сценарий. Алдиярға да сәлем айт, сосын мынандай менде ой болды да. Сен дәстүрдің авторысың ғой. Алдияр екеуміз. Дәстүрден кейін дәстүрдің жаңағы рекорды бар, кассалық жаңағы түсім бойынша. И давление болды ма саған осы не жазған кезде? Жоқ, давление ешқандай болған жоқ. Шын керек, аурудың сценарийін жазу барысы бір бөлек болды өзімізге. Өйткені дәстүр болса, 7 қарақшы болса, аурудан кейін біз жазған сол дәстүрмен 7 қарақшын қосып, сценарийін жазу уақыты ауруға жетпейді. Ауруға бір шамамен 8 айдай бір өмірімізді бөлдік қой. Қызық болды. Сценарий жазу. Дәстүрмен нені қосып? 7 қарақшын. Сен 7 қарақшыдан наоборот айттың ғой маған. Қазір бәрін ашып жатыр. Енді танып жатсың ба? Танысып қойдың. Мен ана жерде бір вообще басқа вайп болды. Біз мен каждый день келем, короче, отырамыз обед кіште, короче, и капец бүкіл эмоция ғой ана жақта. Кәдімгідей андай шайқас болады жаңағы. Еще спорт етіп қызық болды, өте қызық болды. Маған енді шынымен андай съемканың даже барыс емес, или одан кейінгі заттар уже андай результатта, бірақ процесс самый күшті. Актерлармен дайындалғанымыз, репетицияларымыз, разбирать еткендеріміз бәрі өте маған қатты қымбат. Бір
тағы да бір проект емес, ал ауруға шын жанымызды, жүрегімізді барынша салдық. Бір проходной проект емес. Жарайды, келісе салайық. Енді уақыт өтіп бара жатыр ғой. Сол 8 айда мысалға тағы да бір 2-3 кино жазар едік, соған ақша табар едік мысалға. Бірақ аурудың идеясы өзімізге қатты ұнағаны, біз оны прям идеалға дейін жеткізгіміз келді, бірақ шыққаны жақсы, өте жақсы. 4-5 жыл жазылды ма? Жарайсың. 8 ай. Өтірік басында 4-5 жыл деген бір жерден көрдім де мен. Или ол 7 қарақшы ма? Жоқ. Ондай Яғни біраз уақыт жатты, ол тоқтап қалды. Ондай болған. 7 қарақшы, сондай болды. Оны культтеп 7 қарақшыда болғанда Енді 4-5 жыл жазылған сценарий мен 8 айлық сценарий салыстыруға келмейді ғой? Жоқ. Қойбаймын. Иә, қой салайық. Бүгін біліп отырмын, Айдар мен жақтыртпайтын просто. Осы бүгін Ондай закрытый позаға кетіп жатсың ба? тез бұрылыпты ғой. Осы түсірілімнің алдында осы жобаның жаңағы дыбыс режиссері айтады да, сценаристтен қандай кітаптар оқу керек, соны сұрап қалыңызшы дейді. Соның сұрағын жеткізейін деп отырмын. Енді сценарий жазуға қызығып жүргендерге бір қандай кітаптар оқу керек, мастрит. Мен ойынша ең айта кететін нәрсе, сценарий бойынша қазақша кітаптар болмағаны. Орысша оқисың, болмаса ағылшынша оқисың. Орысша оқыдық. Былай айтсам, бір 4-5 кітап бар. Ең бірінші ол «Спасите котика» Блэк Снайдер. Екінші ол Сидфилд киносценарий, Джон Труби «Анатомия истории», Роберт Макки «История на $1 миллион». Сол, осы 5 кітап жеткілікті шығар. Бірақ кітаптар бір-біріне ұқсай береді. Структура ол енді барлығында бірдей. Бірақ структура ол көбісі айтады, мыналардың структурасы бойынша жазғанда кино бірдей болып қалады деп. Олар осы кітаптар жазғандар структураны ойлап тапқан жоқ. Ол бір изобретение емес, структураны олар байқады. Структураны олар адам қалай өз историяны айтады, қалай ол историяны қабылдайды, тыңдайды, соған байланысты. Мысалға, бізбен бір оқиға болып жатса, біз оны кәдімгідей айтып береміз ғой, қайда болды, қашан болды, экспозицияны айтамыз. Сосын ақырындап ең қызық жеріне соңына қарай әкеліп береміз. Структура да сол. Бір үлкен бір жаңа ашылу емес, ол бәріміз білетіндей бір қағидалардың бірі. Ризасың ғой? Рахмет көп. Енді қыздар кішкене сөйлесіп отырмын. Мен мұнайға қарай жұмыс істеп жатқан сияқтымын, Жоқ. Солай емес пе? Жоқ, енді бұл кісілерге қойылатын сұрақтар қойылғасын жауап беріп жатыр. Сен қоятын сұрағың бар ма режиссер мырзаға? Жоқ, мен қоятын сұрағымды негізі одан кейінгі жобада қойып тастағам дейсің. Негізі токсикта біз жұмыс жасадық қой бірге, сол себепті. Менде аса қатты сұрағым жоқ. Өйткені бұл жоба мені өте қатты ашқан жоба, өте мен үшін ыстық жоба. Және де әлі күнге дейін мен бір күшті сезім әлі де алудамын, себебі мысалы кинокритиктардың несі бойынша деп бізді Дилназды, мені біздің сол жобаны көп номинацияға ілген оның өзі мен үшін күшті нәрсе, күшті бір сезім. Сол себепті әлі де тек жақсы нәрселер ғана алам бұл жобадан. Дилназ Құрманғали, Аида Құрманғалиева, Сұлтанәли, Аян да. Аян, біз жоқпыз. Покинули чат. Жеті қарақшыға кеттік. Халықаралық прокаттан кейін ба? Сико болып шыққаннан кейін жүрді ма? Әлде сендер прокат кезінде, осы біздегі прокат кезінде фестивальдерге жібердіңдер ма уже? Оған дейін жібердік. Негізі андай болды бізде. Біз фестивальдар бойғы, ол саған мировой премьера сұрайды олар ше. Мировой премьера деген ол ешқай жақта, ешқай елде әлі көрсетілмеген. И ол енді сондай фестивальдар требования сұрайтын бір А-класс фестивальдар бар, допустим, Берлин, сол сияқты.
олар А+ класс да, типа олар прям күшті. И мысалы бізде Берлинге беру мүмкіндігі болды, бірақ Берлин қаңтарда, а біз ноябрьде шығып жатырық та уже. И сондықтан біз өкінішке орай сөйтіп бізде уже прокатты отмена бере алмаймыз. Сөйтіп прокатқа шықсақ, онда Берлин бізді алмаймыз деді да. Сосын біз Роттердам таңдадық. Роттердам өйткені бізде план Б болды. Олар да бізді өте қатты қалап тұрды. Сөйтіп Роттердамда премьера алдық Европада. Бірақ ол прокат емес. Ол премьера дейтін, ол фестивальдағы сондай ең бірінші бір көрсеткім. Европадағы премьерасы өте маңызды, және де ол как там право первой ночи деген сияқты ғой. Андай кімге бірінші сен өзің фильміңді тапсырасың. Сол өте маңызды да. Сондықтан біз Роттердамға бердік. Роттердамда үлкен фестиваль, өте үлкен бай өзінің тарихымен. Сондықтан біз Роттердамда өте күшті көп бағанағыдай отзывтар алдық, сондай сияқты. Енді Роттердамнан кейін қазір біздің фестивальдар историясы енді ғана бастап жатыр. Осы жақында Брюссельде біз үздік фильм ұттық. Именно Black Raven дейтін competition да, андай категория. Сол жерде біздің фильм үздік болып шықты. Сол одан бөлек енді қазір біз Лондонға барамыз фестивальге, сосын қазір Мюнхен International фестиваль, сол жерде премьера болады, сосын Клужда, то есть примерно негізі бір 100-ден астам фестивальда фильм көрсетіледі тағы да. Фестивальдар біткен соң уже там арғартай прокатқа, болмаса сатылымға тағы да сондай мүмкіндіктер болады. Қазір там көп негізі әртүрлі рынокта, Қытайға там қазір переговорлар жүріп жатыр, Европаға отдельно там, Азияға негізі біз көбірек көзделіп тұрмыз, өйткені соларға жақынырақ жанр, соларға жақынырақ бір сондай стиль деген сияқты. Сол. Күшті, құтты болсын. Рахмет. Иә, әлі алда көп фестивальдер болса, жеңіп кетуіне тілектеспін. Рахмет. Енді Дилназ, сенімен сөйлесек, мен сені неден Инстаграмнан бір жерден көрген кезде мен ойладым, бір образ ба деп дайындалып жүр деп. Шынымен, да? Шынымен, иә. Құтты болсын. Рахмет. Қашан премьера десең де? Бұйырса келесі айда. Жақындап қалды ма? Жақындап қалды, иә. Күшті, аман есен босанып алып. Менде еще қызық история. Именно премьера кезінде мен білдім, что мен оказывается аяғым ауыр екен деп. Ешкімге айтпай жүрдім, өзім токсикозбен бачытып шығып ана жерде. Еще аяғым ауырған фильм негізі аяқ ауруларға не стоит смотреть енді. Бірақ енді ішінде болғаннан кейін, площадкада көргеннен кейін кішкене былай помягче болды. Бірақ соның өзінде өзім қатты әсер алдым. Сол фильмді көргеннен, әңгімелерден, фильмнен кейінгі. Бір минут сөзіңіз аузыңызда. Премьера бітеді да, енді Дилназдың бүкіл отбасысы келіп тұр, аталары, апасы, папа, мамасы, короче. Менен шығады да мені бүйтіп ұстап, сен не істеп қойдың? Ұялып кеткен соң. Ұялып. Типа бүйтіп тұрады да, сіздің қалжыңдап жатырмын, күшті дейді да, короче, бірақ шошып кеттім. Менің апаларым келіп аян ұрсады ғой, аян қасына келіп енді мақтай ма деп күтіп тұр ғой. Сөйтсе апаларым шығып аян ұрсып, сен біздің қызды ұрды, сен біздің қызға неге тиісесің деп неше түрлін айтып. Шынымен ұрды ма сол кезде кадрда? Иә. Білмейтін адам шығып. Нефтемшік. Сондай нәрсені сеніп үйретіңдер ғой. Баган сағын. Сол өкінішке орай, бірақ фестивальға бара алмай қалдым. Команда полный барды почти. Сол кезде продюсерлар бәрін төлеп, актерлар барсын деп. Ондай болған жоқ. Біз актерлардан ешкім барған жоқ қой. Аян братан да барған жоқ. Басты рөлдер шығар, біздер емес шығар. Жоқ, Аян барды ма? Аян ғана брадан барды осы. Екең бармадыңдар ма? Жоқ, мен бармадым. Мен үшеуміз бармаппыз. По здоровью бара алмай қалдым. Сол мен білемін ешкім бармаған десең ба? Айзере не хотел десең ба? Жоқ, ол жерде продюсер бағана главный екі кейіпкерге төлеп берем деді. Біз бәріміз өз ақшамызға бардық. Бәсе? Біз деген группаға бәрін жаздық қой деп оправдывать. Группаларың бар ма десең? Сен просто өзің шығып кеттің ғой. Қайтып қосып қойды сол. Қайтадан осы подкастқа шақырып отыр ғой, жарты жылдан кейін. Айтып отырмын ғой, ауырып біткен жоқ әлі. Әлі 100-ден астама фестиваль дейді, ойбай. Екіншісі де болып қалады шығар.
Енді шақырмайтын сияқты ғой екіншісіне. Өлтіріп тастады ғой. Сен өліп қалдың ғой. Басқа болашақта көп проект болады. Кейін басқа режиссермен болып жатыр ғой. Сен қайтып шақырмайтын сияқтысың, біліп қалдым. Сендер еще шыққан уақыттарында күшті болды, иә? Перизат Қайраттың шулап аққан кезі ғой. Иә, түсірілім бітті. Сосын бір айдан кейін Перизат Қайрат туралы жаңалықтар шығады. Иә. Жестко. Сонда тез асықтыңдар. Біз тез тизер жасап шығарып тастайық деп, короче. Иә, сосын айтпасын деп, Перизат Қайраттың естіп, сценарий жазып, түсірді деген сөз шықпасын деп тез тизерді шығарып тастамыз. 9 болды. Перизат Қайраттан кейін шынымен андай қайырымдылыққа кішкене күмәнмен қарайтын болдым. Менің өзім не деген байлық андай 3,5 миллиард па сондай жымқырған екен ғой. Ол кісі еще маған подписаться етеді ғой инстаграмнан. И мынау кім деп балдарды сұраймын. Былай журналист бірдеңе дейді. Ярко қалып кетті да, Перизат деп сондай еще видеоларын көрдім, сол вертолеттарын ше. Ертесі күні новостиға шықты осын. Ертесі күні осындай болып жатыр. Кетіп барады саған жазылып үлгерген екен ғой. Сол әлі маған подписаться в ответ деп тұрады. Көріп. Біртүрлі боласың. В ответ подписаться етпедің бе? Сен ешкімді оқымайсың ғой, болмаймын, иә? Оқимын, бәрін оқимын. Оқитын болдың ба? Бәріңді оқимын. Өткенде бір оқымайтын бір нең болып жүреді ғой. Жоқ, бәрін оқимын мен. Отписка жасап па? Иә. Жоқ, ол енді основнойдан подписымын ғой, бірақ не основнойдан подписымын, бір айдөрге подписын емеспін десең ба? Қазір ответ етпеймін десең ба? Основнойдан тек Перизат Қайратты ғана оқысың. Жоқ, мен даже основнойдан да стористарын қарап жүремін ғой, чтобы он понимал, знал. Мен жақсы көретін режиссерлардың бірі еді. Екеуміз шанды гей деп ойлап қалдық. Екеуінің арасында бірдеңке бар ау деп шанды. Жоқ, мен кәдімгідей таңғалып отырмын бар ғой. Кәдімгідей мен жақсы көретінмін ше. Бүгінгі осы передачадан кейін жақсы көрмеймін. Мен мақтадым ғой бағана басында болды. Айтатын әңгімелерімізді давайте зафиналим. Кім не айтқысы келетін аны айтайын деп едім, айта алмай қалдым дейтін. Дилназдан бастаймыз. Дилназ, қай жерде босанасың? Қалай жүкті болдың десең де. Жоқ, негізі ауру мен үшін ең сүйікті жобалардың бірі. Неге? Себебі актерский еркіндік, бостандық болды бізде. Көп проекттерге келгенде андай подготовка болмайды да, уақыт берілмейді. Сен читкаға келесің, чисто сценарийді оқисың, болды дейсің да, сөйтіп басталып кетеді ол. Уақыт жоқ. Ал бұл жерде Қазбектермен, Алдиярлармен, Айтөремен ұрсысып, біз неше рет сценарийді өз персонаждарымызды өзгертіп, кәдімгідей дамытып жеткендерімізге мен кәдімгідей таң қалам. Себебі ондай проекттер азды негізі. И вообще, мне кажется, ауру ол Рас екен. Біздің, может быть, именно сол кездегі пигіміз, сол кездегі возможностьтарымыз, праймымыз. Себебі бәрі салынды, максимум шығарды. 24-25 сағат сменаларда 3-4 сағат ұйықтап, біз тоңып, быт-шыт шығып, шаштан айырылып, бәрінен айырылып, бірақ барынша салындық. Сол үшін қазірде жемісін көріп жатырмыз деп ойлаймын. Көрермендерден сұрақ түсің деп. Қазір өзің шашың өсті ғой бәрі содан. Тез өседі екен, күшті. Парик басып кетті ғой. Бір жылдан асып кетті? 1,5 жыл болды ғой. 1,5 жылда. 1 жыл 8 ай. Чего там? Мен еще шашымды қидым. Мен точно білемін, өйткені түсірілім барысында мен тұңғыш ұлым туды. И бір 20-шы сменадан мен Астанаға қайтып, сол әйелімнің қасында болып, сосын қайтып келдім. Так что точно білемін қанша. Болсын, бауы берік болсын. Сенге де болашақ бауы берік болсын. Ол қыз айттыңдар ма? Гендер пати бір нәрсе болды ма? Гендер пати дегенде жолдасым екеуміз ғана жасадық өзімізге. Ол? Иә. Болсын. Рахмет. Аман есен болсын ол. Амин. Аида? Ау. Не жаңалық болады? Жаңалық көп негізі, бірақ қазір менде ауру фильмі туралы бір зат айтып кеткім келіп тұр, менің өміріме деген әсерін. Негізі мен ауру фильмінің алдында басқа да сериалдар болсын, фильмдер болсын түсіп жүрдім. Актриса ретінде өзімді көрсетіп, бірақ сонда да қай жерге бармасам да мені сен тиктокерші емессің ба, сен блогер емессің ба деп сөйтіп айтатын.
Бірақ кішкентайымнан өзім актриса болуды армандасам да, сондай заттарды естіп жүрдім, бірақ ішімнен ойлап жүрдім, бірақ мен көп киноға неге түсіп жүрмін ғой деп, сосын ішімнен жарайды, өзінің уақыты келеді ғой деп сөйтіп жүргенде, ауру фильмінен кейін қазіргі уақытта керісінше бәрі өзгерді. Қазір барлығы мені көрген кезде, мә, сіз деген ауруда ойнадыңыз ғой, мә, ауруда сіз киса емессіз ба, киса емессіз, актрисасыз ғой деп менімен фотоға түседі, сондай нәрселерді айтып. Соның негізі ауру мен үшін бір визитная карточка дейді ғой, сондай жоба болды. Менің актерлік диапазонымды ашты басқа жағынан. Сол себепті мен бұл қандай да қиындықтары болмаса да, бұл жобада, меніңше бұл жобадан қиыннан көріп біз жақсысын көбірек алдық. Сол үшін мен ауру жобасына өте қатты алғысым шексіз. Яғни осы жобаға қатысқан адамдар әрбір жанға мен алғысым шексіз. Соның арқасында және де сол ұжымның арқасында меніңше осындай керемет туынды шықты деп мен сенем. Сол үшін рахмет. Соны қосып айтып кеткім келді. Рахмет саған. Сен де мен Ариана сияқты екеумізді теңдестірек па? Жоқ, күшті, шынымен сен содан кейін бір серьезный актрисалардың несіне қатарына қосылған сияқтысың. Оған дейін кішкентай қыздарды ойнап жүрдің ғой енді көбінесе. Оған енді менің түріме де байланысты ғой. Түрім жас көрінгенсін, мен осындай жобаларға айтады. Кисаның да рөлі негізі ондай жас қыздың рөлі ғой. Ол да не волонтер, жас қыздың рөлі. Бірақ сонда да диапазоны басқа да. Сонысы қатты ұнады. Супер. Ризамыз. Тағы кім не айтылатын сөздер? Бәрі айтып кетсін. Менде Мынандай звук бар десе. Айтсөрен мұрнына рахмет. Менде келісем Айдан айтқан сөзіне, өйткені осындай проект болмағанда, осындай керемет өзімнің пределыма жетіп, одан асып жасайтындай музыка шықпайтын еді. Соған мен өте мақтанам осы проектпен. Сценарийдан бастап, актерский перформанстан бастап, постановка барлығынан бастап, ол керемет проект болды өзіме. Шынымен барлығымызға какой-то апгрейд болды, барлығымызға. Бәріміз өстік осы проектте. Бірақ дегенмен сол история болмағанда, осы барлық осындай деңгейде жасалған жұмыс болмағанда, мен осындай батыл жұмыс істемейтін едім. Мен үшін бұл саундтрек өте өзімнің бір басқа жағынан ашылуым болды. Сол үшін рахмет деп айтқым келеді барлық командаға. Сол. Саған да рахмет, өте мықты музыка. Рахмет. Сосын топқа да сәттілік тілеймін. Рахмет. Жаңа бейнебаяндар. Сол даже неге синглға шығару үшін неге промоға, клипқа, обложкаға тоже шашымды алдым. Керемет ощущение. Айтып жіберейін. Иә, обложкаға, неге промоға тоже. Содан премьерадан кейін, да? Или после премьеры? До премьеры, да? До премьеры. Сол премьерадан тоже шашым енді өсіп отыр. Осы. Иә, рахмет. Сізге не берді? Ау? Сіз не айтасыз? Мен не айтам? Сочинение на тему. Аурудан не? Пауыз жерде келе тұрып қалды. Окей. Мен аурудан бір түйгенім адамның мүмкіндіктері шексіз ғой. Біз қаншалықты жақсы болып кете аламыз, сосын қаншалықты жауыз болып кете аламыз. Жаңағы актерлік диапазоны, адамның да диапазоны көрсетілгенде соңғы сахнаны көресің да кәдімгідей. Ана Аянның резкі несі өзгеріп кетеді ғой. Аға жіберіңізші деп кететін жері сол кезде. Шынымен біз неміз ғой, социальный животныймыз ғой. Сол жақсы көрсетілген да. Өте мықты. Жарайсыңдар. Рахмет. Ауруды соңында реально ауру қылып көрсеткенсіңдер ғой. Жақсы, ол да жақсы кода деп ойлаймын. Адам қандай нәрсеге дейін бара алады деген сияқты. Сол біздің основной негізі ойымыз болды сол. Пасық.
енді мен айтайын десем Менің атым Азат. Соңында бітіремін давай. аз Соңында заключение ма бұл проектке мен ренжулімін десең мұрнынан кеттік тұншықтық десең үлкен тәжірибе. Рахмет тағы да айтөреге таңдағысы келмесе де таңдағанына. Бұл тағы да бар десең. Каждый әр проект мен үшін үлкен тәжірибе. Адамдармен ара қатынасымыздың жақындасуы, бір-бірімізбен мындай ара қатынастарымызды берік қылу, бір-бірімізді жақсы білу, жақсы тану, басқа ортаға түсіп кетіп, кәдімгідей басқа өмір сүру. Сол тәжірибеге рахмет айтам. Сол күндерге, сол түсірілім күндеріне әрбір адамға рахмет айтам. Болды басқа. Қалған Абида ғой бағана. Болды. Қазбек, келесі жұмысың қандай? Не көреміз? Маған басқа сұрақ екен. Мен ана сұраққа дайындалған. Ауру. Сен сценаристсің ғой, сен бірден айтып бере аласың да? Иә, келесі біздің үлкен жобамыз бұл «Жеті қарақшы» деген кино. Өте үлкен ауқымды жобаларымыздың бірі. Былайша айтқанда частный проекттердің арасында ең қымбат экшн блокбастер дейді ғой. Соны дайындап жатырмыз. Түсірілімі бітті. Қазір белсенді монтаж барысында болып жатыр. Алла қаласа 24 қыркүйек барлық кинотеатрларда. Оған біз Азатты шақырып алдық. Ол жақты да айтпақшы, шақырғысы келмей шақырған. Неге жетеді білмеймін. Түсінікті. Рахмет көп сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта талай кездесеміз деп ойлаймын. Құрметті көрермендер. Қоштасамыз, лайк бас, комментарий жаз деп. Айтөрені қалдырамыз да бәріміз кетіп қаламыз. Жалпы мен үлкен рахмет айтқым келеді барлықтарыңызға. Ең бастысы шынымен енді оны барлық жақта айтып отырық, шынымен енді былай сөзбен жеткізу мүмкін емес затта. Кто с нами не был, тот не поймет, по-любому, потому что это было Кино. Это было кино, да. Қазір мен андай көп зат естідім да, там Алдияр маған айтады. Енді осы біз шығарғаннан кейін бізде сондай шум болды, бағанағы цензурамен байланысты, одан кейін бұндай кинолар шықпайды дейді да маған Алдияр. Оған да бір жерден сондай ақпарат келіп жатыр. Сол сияқты енді біз өзіміздің не істеп қойғанымызды мен ойымша біз біле алмаймыз. Оны тек әрбір туынды уақыт өте келе бір уақыт өткеннен кейін ғана бір көрермен бағалап, бір үлкен бір ізі қалама қалмай ма, оны тек болашақта біле жатармыз. Бірақ біз оны жасау үшін әрбір көрерменге және жасаған адамға сол туынды үлкен бір маңызды. Бұл мен үшін режиссер ретінде өте маңызды. Және де мен тарелка жарған кезде айтам, ертең осы фильм шыққан кезде бәріміз бұны мен істедім, мен осы жерде болдым деп айта алатындай, сондай мақтанатын болатындай бүкіл күшімізді, жан дүниемізді салайық деп әрқашанда айтам. Және де бұл фильмде мен үшін де мен өзгерткен, мен авторлық айтарымды шынымен шығаруға мүмкіндік берген керемет проект. Соның барлығы енді Құдай бәрімізді өйстіп қосып, Құдай жоқ десе. Мұнда бір шүкіршілік соған айтамыз. Сондықтан рахмет. Рахмет. Келесі жобаңды күтеміз сен. Бұйырса. Сәттілік тілеймін. Рахмет көп. Молодцы. Рахмет. Маси.